Баяғы заманда Асан мен Қасен деген екі кедей дос болыпты. Асан ұлтарақтай жеріне егін егіп, Қасен өзінің азғантай малын бағып күн көріпті. Асанның бар жұбанышы әдемі қызы болса, ал Қасеннің үміті ер жеткен баласы болды. Бір жылы қыс аяғы қатты болып, Қасеннің азғантай малы қырылып қалады. Көз жасы көл болып Асан досына жылап келіп, сенімен қоштасайын деп келдім. Малым қырылып қалды. Енді қайыр сұрап кетем, дейді. Мұны естіген Асанның көңілі босап, екеуміз жан жолдас едік қой. Менің егіндік жерімнің жартысы сенікі болсын. Егін егіп тіршілік қыл, дейді. Сол күннен бастап Қасен егін егіп тіршілік етеді. Бір күні Қасен өзінің жерін қазып жүріп, кетпеннің кемірге тигенін байқап таң қалады. Бұл не ғажап екен деп қараса, іші толы алтын салынған бір қазан шығады. Қасеннің қуанышы қойнына сыймай Асанға қарай жүгіреді. Сүйінші Асан, сен олжалы болдың. Мен сенің жеріңнен алтынға толы қазан тауып алдым. Енді кедейліктен құтылдың, дейді. Асан қуана қарсы алып, сенің адалдығыңды білем ғой Қасен. Бірақ ол алтын менікі емес, сенікі. Сен оны өз жеріңнен қазып алдың, дейді. Сонда Қасен, сен маған жеріңді бергенмен астындағы қазынаны берген жоқсың ғой, дейді. Осылайша екі дос алтынды алғысы келмей ұзақ таласады.